Баршаларыңызға қайырлы күн. Біз бүгінгі видеода өте дәмді бір істегеннен жақсы шығатын оладьилерді дайындаймыз. Менің оладьиларымның арасы шикі болып піспей қалатын. Ал бұл рецепт ең керемет рецепті. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Және миксерді қажет етпейді. Ең алдымен бір жұмыртқаны, одан кейін үстіне қант қосып, жақсылап араластырып аламыз. Шанышқымен немесе венчикпен араластырсаңыздар болады. Ал мен миксердің таяқшасымен араластырамын. Екеуі бір келкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Одан кейін бір стакан айран қосамыз. Сіздерде сода болса, бірден айранға соданы қосып көпіртіп, массамызға салып жіберуге болады. Мен разрыхитель қостым. Айранымызды салып, тағы да араластырамыз. Мендегі айран қолдың айраны. Массамыз қатты сұйық немесе қою болып кетпеуі керек. Табаға түскен кезде ыңғайлы, өте жақсы болуы қажет. Сондықтан ұнды көп қосудың қажеті жоқ. Және міндетті түрде ұнды ситадан, яғни електен өткізген жөн. Сол кезде түйіршіктер болмай бір келкі масса шығады және массаңыз жақсы көтеріледі. Шыққан массамызды қызып тұрған, яғни табаға май құйып қыздырып аламыз. Одан кейін массамызды пісіреміз. Жасалу жолы өте оңай, сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Таңғы асқа немесе түскі асқа жасауға өте жеңіл әрі дәмді оладьилер. Осылай табаға пісіреміз. Бетіне көпіршік шыққаннан кейін келесі жаққа аударамыз. Әйтпесем күйіп кетеді. Сондықтан мұқият қарап тұрыңыздар. Төрт-бес минутта піседі. Шыққан піскен оладьиларымызды бір-бірінің үстіне қоюға болмайды. Суығаннан кейін ғана бір реттеп қоясыздар, әйтпесе араласы шикі болады. Осындай өте дәмді оладьилер шығады.